Сәлем достар, бүгін біз өзіміздің клоунымызды видеолип бағдарламасы арқылы жасайтын боламыз. Жұмысымызды бастамастан бұрын видеолип жұмыс алаңымен танысайық. Бастапқы жерде бізде үш белгіше көрсетілген. Бірінші белгіше ол бізде видеолиптің ақылы түрін ұсынады, яғни бір жылға, бір айға көрсетілген сатылым бағалары. Және екінші жерде бізде бұрынғы жасалған жұмыстарымыз және де жаңа проектті қосу батырмалары орналасқан. Одан кейінгі үшінші жерде бізде осы видеолип бағдарламасымен жұмыс жасауға арналған түсініктемелер көрсетілген. Және экспорт дегеніміз біз кез келген жұмысымызды аяқтағаннан кейін, видеоны өңдеп болғаннан кейін, оны осы ұялы телефонға сақтауға арналған. Одан кейінгі төменгі жағында біздің негізгі осы видеоны құруда қолданылатын құралдар көрсетілген. Солармен таныстырып өтейін. Мына жерде бізде плюс таңбасы тұр. Бұл плюс таңбасы біздің ұялы телефондағы кез келген видеоны осы жерге орналастыруға арналған. Мысалға бізге қазір керекті 3 видеоны қосайық. Әзірге 2 видеоны қоса тұрайық. Жерде бізде холс көрсетілген, төменгі жағында бірінші құрылғы бұл, яғни бұл холста біз өзімізге керекті форматты таңдаймыз. Бұл жерде 16:9, 3:3, 1:1 деген сияқты форматтар көрсетілген видеоның. Мен қазір 16:9 форматын таңдаймын, яғни бізде жұмыс барысының барлығының форматы 16:9 болады. Және келесі бізде фон. Бізде видео қойғаннан кейін, оны қызыл белгішемен белгілеу арқылы, міне жан-жағында көріп тұрсыздар, қызыл белгішемен белгіленіп тұр. Осыны саусағымызбен алдыға қарай жылжытқаннан кейін бізде артқы фон пайда болады. Осы жерде өзіміздің қалауымызға бойынша холстан фондар таңдауымызға болады. Мысалға түс түрлері, әртүрлі түстерді немесе бұлыңғыр қылып жасауға болады. Бізде холст осы үшін пайдаланылады. Одан кейін бізде микшер. Микшер дегеніміз, яғни біз слой құрамыз. Жаңа үшінші видеоны қосайық. Яғни біз жерде слой қоямыз. Көріп тұрғандай, мына жерде біздің екінші таңдалған видеомыз келесі видеоның үстінде тұр. Мына видеомыздың үстінде тұр. Және де айта кететін, мына жердегі 2 батырма істеген жұмысымызда қателіктер кетіп жатқан кезде әрекетті кері қайтаруға арналған батырмалар. Және келесі жерде біз текст қоя аламыз. Бұл жерде әртүрлі текст анимациялары, шрифт түрлері көрсетілген. Мысалы, мына жерге өзіміздің қалаған жазуымызды жазу үшін правка батырмасын басамыз. Мысалға, видео. Міне жаздық. Және осы жерде түс таңдауымызға болады, қызыл түс. Және анимация қоюға болады. Бұл жерде жазу көрінген кезде қойылатын анимация, және алынған кезде соңында қойылатын анимация, және жалпы анимация. Всегда жазу тұрған кезде сол анимация бойынша қозғалып тұрады дегенді білдіреді. Осыны басу арқылы біз мынандай анимацияларды таңдасақ болады. Келесі бізде эффектілер, яғни осы жазуға әртүрлі эффектілер көрсетіледі. Сосын тағы айта кететін жайт, осы видеолип бағдарламасында жұмыс жасау барысында мынандай корона сияқты белгіше тұрса, бұл бізде ақылы версиясын сұрайды, яғни видеолипті біз сатып алуымыз қажет. Осы тегін версиясымен жұмыс жасаған кезде осындай белгісесі жоқ заттарды таңдағанымыз дұрыс. Және көрсетіледі. Одан кейін екінші жерде бізде стикерлер, яғни бұл жерде тағы солай платный тұрғысында және де тегін тұрғысында қолданылатын. Одан кейін аудио, біз аудионы соткамыздан да жүктеп қоя аламыз, және де тегін видеолиптің звук эффектілерін қоюға болады, және өзіміздің дыбысымызды жазуға болады. Одан кейінгі фильтрлер, бізде фильтрлер жалпы қазір кеңінен қолданылып жатқан ұғымдар, әртүрлі мысалға фильтрлерді қою қолдануға болады. Одан кейін бізде эффектілер көрсетілген, осы заттарды пайдаланатын боламыз. Енді өзіміздің клоунымызды жасап көрейік. Мен мына жерге жұмыс барысына қажетті 2 видеоны қосып алдым. Енді бізге 3-ші видео керек, оны микшер көмегімен қосайын. Бізде мына осы видео қажет. Бұл бізде
слойда тұр. Екінші видеода слойға шығаруымыз керек. Оны белгілеп аламыз. Міне жан жағы аппақ болып тұр. Екі жаққа бағытталған бағыттауыш көрсетіліп тұр. Осы жерде міне астыңғы жағында микшер деген пайда болады. Былай жылыстаңыз, мына жерде микшер деген пайда болады. Осы арқылы оны да біз екінші слойға көтеретін боламыз. Бізде екі видеода бар. Енді біз осы видеоны белгілеп алдық. Жаңа қызыл болып тұр, экранда көріп тұрғаныңыздай. Осыны біз кішкенен аяққа қарай жылжытамыз. Жылжытамызда астыңғы жағында бізде маска құрылғысы көрсетілген. Бұл маска құрылғысы арқылы біз көлемін кішкене кішірейтеміз, белгілеп алып, мына жердегі маска құралын пайдаланамыз. Бізде алдық, мына линейка деген таңдап аламыз да, осыны міне бұрамыз. Бізде бұрылды. Кішкене барынша жақсы көріну үшін бұны алыну керек бөлікке дейін жақындатсақ жақсы көрінеді. Енді ары қарай бұның кішкене көлемін үлкейтуімізге болады, бірақ қазір жұмыс соңында жасаймыз. Келесі бізде екінші слойда тұрған видео, бұл сотқа қарап тұрылған видео. Яғни бұны дәл жаңағы әрекеттерді қайталау арқылы бірінші кішірейтіп аламыз. Және енді бізде келесі үстіне қойылуы керек. Бұл бізде мына видео, сотқа көріп тұрған видео. Бұны дәл солай белгілеп аламыз. Және маска батырмасын басып, линейканы таңдаймыз. Болу керек, яғни керек жеріне дейін бұрып аламыз. Жалпы бізде керекті бұрылуы қажетті жаттарды анықтап алдық. Енді қайттан көлемдерін өз орнына келтіреміз. Яғни барынша жақсы шығу үшін видеомызды бәрінің көлемін бірдей қылып жасауымыз қажет. Яғни бұл жерде 3 видео жасалып тұр қазір. Енді қайттан әр видеоны белгілеу арқылы маскаға өтеміз, линейканы таңдаймыз. Кішкене бұл ұқсау үшін мына жерде екі жаққа бағытталған қызыл түзудің бойында екі стрелка тұр бағытталған. Осыны кішкене созамыз. Бұл осы екі картинка арасындағы кішкене созамыз бұны. Дәл ортасына әкелеміз, одан кейін кішкене алдыға қарай соссақ, бізге екеуіне бірдей фон келеді, бірақ қатты созудың қажеті жоқ, кішкене ғана созы әдемі көрінеді. Яғни екі ортадағы, жаңа біз тұрған кезде екі ортада былай екінші видео екені сызықша тұрды, осыны кішкене болсын жаңағы стрелканы тарту арқылы жоқ қылдық. Енді келесі видеоға көшеміз. Келесі видеода бізде кішкене қатты жақында кетіпті. Ол үшін мына видеоны кішкене аяққа қарай тартамыз, негізгі астыңғы слойда тұрған видеомызды. Және ең бірінші алынған слойымызды қайттан таңдаймыз, оны кішкене жылжытамыз. Енді әрі қарай үшінші видеомызды алдық. Бұны кішкене енді үшінші видеомызбен жұмыс жасайық. Бұны үстіге қарай кішкене көтереміз көлемдік болу үшін. Масканы таңдаймыз, және линейканы таңдап, бұны қайттан кішкене қате қиып жүріппіз. Осы жерде қайттан осылай жөндейміз, және осы екі стрелканы түзу бойының жанында орналасқан осыны алды қарай созамыз. Кішкене эффектілеу болу үшін. Міне біздің клондарымыз дайын болды. Енді бізде бұл жерде артық дыбыстарды өшіріп тастау үшін әр видеоны белгілеп, мына жерде бізде белгіленгеннен кейін аудио деген шығады. Осы аудиода без звука деген батырманы бассақ, біздің дыбысымыз жан жақтағы бәрі өшірілетін болады. Мынаны да өшіріп тастаймыз. Енді келесі слойдағы видеоны да өшіріп тастасақ, міне өшірдік. Енді мына жерде артық қалған жерді қию үшін видеоны белгілейміз, және мына жерде разделить деген шығады. Міне бөлдік, сол бөлінген керек емес бөлікті белгілеп аламыз да, удалить батырмасын ашып өшіреміз. Бізде мына жерге дейін негізінде бұл видео қажеті жоқ, мына жерге дейін.
осы жерге дейін қажеті жоқ. Осы жерге дейін удалить етеміз ары қарай. Міне өшіреміз. Одан кейін алдыға қарай жылжытамыз, яғни барлықтардың өлшемі бірдей жерде біту үшін. Видеомыз біздің дайын болды. Экспортқа басамыз. Бізде загрузка жүреді. Ары қарай біздің ұялы телефонымызда сақталатын болады. Назарларыңызға рахмет.